Madonna Luisa Veronica Ciccone 1958 жылы 16 тамызда дүниеге келген. Bay City, Мичиган, ақш, әнші, актриса, режиссер, ән жазушы, музыкалық продюсер және кәсіпкер. Жақсылық мәңгі жасамайды, ерте ме кеш пе бітеді дейді. Бұл өмірде ештеңеге қол жеткізбеген адамдардың сөздері. Мадонна: егер сіз өз рекордтарын сату бойынша рекорд орнатқан коммерциялық табысты әнші болсаңыз, қарапайым сұр тышқан болып қалу қиын. Поп патшайымы оны жанкүйерлері осылай атайды. Адамның армандарын ересек кезде қол жеткізген жетістіктеріне қарап бағалауға болады. 2019 жылдың тамыз айында ол 61 жасқа толды. Әнші бірнеше жетістіктермен мақтана алады. Америкалықтар Мичиган деп атайтын Ұлы Көлдер штатының қызы шынымен де көп нәрсеге қол жеткізді. Мадонна есімі рок-н-ролл даңқ залына Луи Армстронг, Әббі, Куин сияқты жұлдыздармен бірге енгізілген. Сонымен қатар, даңқ залының онлайн нұсқасында әншінің ресми өмірбаянында дұрыс атап өтілгендей, оның жетістіктері тек музыка саласымен ғана шектелмейді, ал атақтылығы жағынан оны Мэрилин Монромен салыстыруға болады. Айтпақшы, Мадонна өзінің ерекше сүйкімділігін әкелетін бұл бейнеге өте жақын. Дегенмен, Мадоннаның өзі физикалық сұлулықты керемет болса да, уақытша деп санайды және оны мақсатқа жету арқылы келетін өзіне деген сенімділіктен артық бағалайды. Мәселе мынада: сіз өзіңіздің қабілетіңізге сенімді болсаңыз, сіз ешқандай жаңа мақсаттар мен кедергілерден қорықпайсыз. Бұл қаржылық табысқа жету үшін өте маңызды, өйткені біз ақша тапқан кезде біз әрқашан бір нәрсеге тәуекел етеміз. Адамдар көбінесе тәуекелге барудан аулақ болады, өйткені оларда өзіне деген сенім жоқ. Сіз қандай да бір қаржылық құралға ақша салғыңыз келеді немесе өз бизнесіңізді ашқыңыз келеді делік. Егер сіздің алдыңызда ондаған және жүздеген бағындырылған мақсаттар болса, онда сіз бизнесті бизнес ретінде емес, жай ғана бағындырғыңыз келетін басқа мақсат ретінде қарастырасыз. Сіз мұны жасайтыныңызды білесіз, өйткені сіз мұны бұрын бірнеше рет жасағансыз. Мұндай адамдар үшін сәтсіздіктер қорқынышты емес. Олар жетістікке ұмтылады және әдетте бәріне қол жеткізеді. Көріп отырғаныңыздай, мұны тіпті Мадонна да растайды. Поп диваның жетістігі оның өзіне өте сенімді болуына мүмкіндік береді. Мен оның барлық марапаттарын атап өткім келеді, бірақ Мадоннаның марапаттарының толық тізімі 1-2 бетті алады. Сондықтан мен бұл ақпаратты сыныптан тыс оқуға қалдырамын, және олар айтқандай мен қысқаша айтайын. Мадонна ондаған рет American Music Awards, Billboard Music Awards, The American Moviegoers Awards, Brit Awards, Japan Gold Disc Awards, Grammy марапаттары және ТБ номинацияларға ие болды және алды. 1996 жылы Мадонна Эвита фильміндегі рөлі үшін беделді Алтын глобус сыйлығын алды. 2012 жылы ол «О сенеміз махаббатқа» фильм үшін шедевр саундтрек үшін бұл сыйлықты екінші рет алды. Орындаушы алған барлық марапаттар мен сыйлықтарды тізіп шығу мүмкін емес, өйткені олардың саны 290-нан асты. Ол барлық уақыттағы ең көп сатылатын әнші әйел аталды және Гиннестің рекордтар кітабына енген. Мадоннаның қолында 20-дан астам кино рөлдері, жүздеген әндер және ондаған альбомдар бар. Жарайды, ол жай ғана әйел емес, әлдебір капиталистік еңбектің шоқысы. Оның сарқылмас күштері әсерлі. Энерджейзер Мадонна өзін көптеген салаларда көрсете біледі. Егер ол визиткаларды шығаруды шешсе, оның барлық лауазымдары стандартты формаға сәйкес келмей. Өйткені ол әнші, ән жазушы, сценарист, режиссер, биші, актриса, кәсіпкер, дизайнер. Адамды клондауға ресми түрде тыйым салынған, сондықтан Мадоннаның белсенді кәсіби қызметінің бұл себебін фантастикалық деп есептейді. Сонымен оған барлық майданда табысқа жетуге не көмектеседі? Табысқа жетудің рецепті өзі ашылады. Әнші: мен төзімдімін, өршілмін және не қалайтынымды нақты білемін. Бір сөзбен айтқанда, өзін жасаған көп қырлы адамның көрнекі құралы. Осыған байланысты поп дива адамның шик көйлек немесе төсеніш жасауға болатын материал екеніне сенімді. Бала кезінде Мадоннаның бай ата-анасы немесе шоу-бизнеспен байланысты туыстары болмаған. Ол 1958 жылы католик отбасында дүниеге келген. Онда анасы Мадонна Луиза Фортин балаларға қамқорлық жасады. Мадоннаның тағы 3 ағасы мен 2 әпкесі болды, ал әкесі Сильвио Цикконе инженер және дизайнер болып жұмыс істеді.
Отағасы өз ұрпағына қатаң тәрбие беруді ұстанды, теледидар қарауға тыйым салды, мектепте жақсы оқуды және шіркеуге міндетті түрде баруды талап етті. Мадоннаның анасы қыз небәрі 5 жаста болғанда қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Бала үшін бұл үлкен трагедия болды. Мадоннаның әкесі екінші рет үйленді, көп ұзамай Луиза Чикканинің туған ағасымен қарындасы болды. Енді шоу-бизнес жұлдызы оның өмірінде көптеген қорқынышты және жағымсыз оқиғалар болғанын мойындады, бірақ ол өзін аямайтындықтан аянышты болғысы келмейді. Мадоннаның жеке басының дамуы қандай да бір жағдайларға байланысты емес, соларға қарамастан болды. Ол шыңға жету үшін көп терлеуге тура келді. Қыз бала кезінен қалаған. Көпшіліктен ерекшелен, көптің арасында адаспа. Мадонна өзінің шектен шыққан қылықтарымен жас кезінде басқалардың назарын аударды, ол оны отбасында қабылдамаған сияқты. Кейде қыз түрлі түсті шұлық киеді, кейде жас таланттар байқауында бикинимен билейді. Орта мектепте Мадонна ұйымдастырушылық, актерлік және би шеберлігін көрсете отырып, қоғамдық өмірге қатысты. Драма үйірмесі мен балет студиясында оқығанына қарамастан, Мадонна әлі де мектептегі пәндер бойынша жақсы оқу үлгеріміне ие. Бұл таңғаларлық, ол үшін мен 140 ұпай жинадым. Бұл көрсеткіште поп жұлдыз ақш-тың 44-ші президенті Барак Обамадан 3 ұпайға осып тұр. Мектептен кейін Мадонна Мичиган университетінде би білімін жалғастырды, онда ол үздік студент ретінде стипендияға ие болды. Балет мұғалімінің ұсынысы бойынша және өз өтініші бойынша Мадонна көп ұзамай университетті тастап, Нью-Йоркке биші ретінде мансапты жалғастыруға көшті. Мүмкіндіктер қаласы оны құшақ жая қарсы алған жоқ. Мадонна кейін оның мегаполиске ақшасыз және үлкен жоспарлармен келуін өміріндегі ең батыл әрекет деп атады. Мен әдетте бір нәрседен қорқамын. Мен мұны істеуім керек дегенді білдіреді деп мойындады Мадонна, оның бойындағы осы қасиеті маған қатты ұнайды. Өйткені батылдық адам бойында қорқыныштың болмауы емес, керісінше, оның көзіне қарау батылдығы. Нью-Йорктың орталығында жас провинциалды қызды түсіріп алған такси жүргізушісі, одан қолындағы қолма-қол ақшаның жартысына жуығы $15 алып кеткен. Басында Мадонна кедейшілікте өмір сүрді, мезгіл-мезгіл шатырларда ұйықтады, тіпті кейде тамақ іздеп қоқыс жәшіктерінің мазмұнын тексерді. Дегенмен бұл кейіпкерімізді бұзбады, және болашақ мега жұлдыздың мінезін бұзбады. Оның ерекше қасиеті әрқашан қарым-қатынас жасау және танысу қабілеті болды. Мадонна өз шағын оркестрі бар ағайынды Гилройларды кездейсоқ кездестіреді. Көп ұзамай олар жаңа досына орналасатын жер тауып, оны өз ансамбліне алады. Мадонна би емес, ән айту оны әлемдік атақ пен құрметке жетелейтін мүмкіндік болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. Ол клубтарда жарнамалауға тырысқан аудио жазбаларынан ақша табады. Әлі де ақша жетпейді. Осы уақыт аралығында Мадонна киім жүргізуші, арт-студияда модель болып жұмыс істеп, жалаңаш фотосессияларды да назардан тыс қалдырмайды. Ақырында табанды қыз кездеседі. Атақты Нью-Йорк диджейі Марк Каминс, оның қолдауымен 1982 жылы Everybody синглі шығарды. Бұл ән сәтті шыққаннан кейін ол Psy Records дыбыс жазу компаниясымен келісімшартқа отырды. 1983 жылы оның Мадонна атты дебюттік альбомы шықты. Поп дива мойындайды, мен өзімді көкірекшемнің бауынан тартып алдым. Оның сахнаға қалай шыққанын білеміз деп басын изеп асыққандарға Мадоннаның өз сөзімен жауап береміз. Мен ешқашан өз мақсатым үшін өзін пайдаланғысы келмейтін бірде-бір адамды пайдаланған емеспін. Дебюттік альбом әншіге көптен күткен танымалдылықты бірден әкеледі. Осы дискідегі мереке әні топ 20 американдық синглдың қатарына енді, ал келесі жылы ол Еуропадағы алғашқы ондыққа енді. 1984 жылы Мадонна Like a Virgin атты жаңа альбомын шығарды, онда Material Girl әні хит болды. Бұл жазба әншіге өзінің лақап атын береді, және оған мықтап жабысады. Мадонна өзінің өте материалды қыз екеніне келіседі. Оның табысы тез өсуде. 1992 жылы ол және тележүргізуші Опра Уинфри шоу-бизнестегі ең бай екі әйел болып жарияланды. Поп-музыка ханшайымының жеке байлығы $100 миллион бағаланады. Нөлден бастап, жұлдыз қазір бар. Оның имиджімен жұмыс істейтін ассистенттердің бүкіл құрамы, бірақ ол әлі де дискілерден, бейнеклиптерден және шоулардан соңғы центін сығып, қаржылық мәселелерге қатысады. Мадоннаның жұмысы уақыт өткен сайын өзгереді.
80 жылдары ол Америка құрама штаттарында гастрольдік сапармен болды, әртүрлі, бірақ әрқашан қызықты суреттерді сынап көрді. Статистикаға сүйенсек, Мадонна кез келген американдық әншіге қарағанда көбірек альбом сатады екен. 1989 жылы ашулы Madonna Like a Prayer әніне түсірілген бейнебаянда өзінен асып түсті. Даулы діни астарлы бейнеролик католиктік шіркеу тарапынан қатты қарсылыққа ұшырады. Осы хайптың салдарынан Pepsi әншімен бұрын жасалған жарнамалық келісім шартын бұзды. Бірақ Pepsi жарнамасы туралы не деуге болады? Өйткені Мадонна жеңіліске ұшырамайды, өйткені бейненің айналасындағы пікірталас альбомды абсолютті хитке айналдырады. Мадоннаның сол кезеңдегі жұмысының ұраны анық көрсетілген. Жанжал бұл ең жақсы жарнама, ал әнші лайықты түрде тағы бір маркетинг генийі лақабатына ие болды. 1990 жылы әнші Forbes журналының мұқабасына шыққан бірінші әйел кәсіпкер болды. Мадонна өз үшін даулы образ жасайды. Оның келесі бейнебаянынан немесе арандатушылық пиарынан не күтетінін ешкім білмейді. Оның қызметі қоғамда белгілі бір резонанс тудырады, және ол әрқашан ұмтылған нәрсе күшпен даңқ. Көптеген жанкүйерлерден басқа Мадоннаның зұлым адамдар армиясы бар. Олардың кейбіреулері оның дінмен флирт жасауын айыптайды, ал басқалары оның шығармашылығын жалпы мақұлдамайды. Кейіпкердің өзі естеліктерімен бөліседі. Олар мені жезөкше, шошқа, төсеніш, секс-бомба, Минни Маус, тіпті Мэрилин Дитрихтің қызы болдым дейтін. Бірақ мен жай ғана өте белсенді адамын деп айтар едім. Егер жұлдыздың жабайы жастық шағындағы мінез құлқын салыстыратын болсақ, онда ол Мадоннаның бұдан бұлай көпшілікке қол сұғылмады деп айта аламыз. Өзін өзі қамтамасыз ететін, және сабырлы әйелдің бейнесін растайтын поп-дива, музыкалық шығармашылықпен жазушылықпен қатар, фильмдер, кітаптар және музыкалық альбомдар шығаратын өзінің жеке компаниясын басқарумен айналысады. Мақсатыңызға неғұрлым нәзік құралдармен жетіңіз, икемділік пен шеберлік. Бейімделу мақсатқа бағытталған адамның арсеналындағы пайдалы қасиет. Мадоннаның 4 баласы бар, қызы Лордес, оның әкесі фитнес жаттықтырушысы Карлос Леон, бұрынғы күйеуінің ұлы Рокко, режиссер Гай Ричи және асырап алған ұлы Дэвид пен қызы Мерси. Мұрагерлерінің Мадонна үшін атқаратын рөлі оның сөздерінен көрінеді. Өмірдегі ең маңызды нәрсе балалар. Біз шынайы әлемді балалардың көзінен көре аламыз. Анасынан ерте қайтыс болуына байланысты алмағанын, үйдегі жайлылықты, дұрыс тәрбие мен шынайы отбасы құндылықтарын беруге тырысады. Мадонна эстрада жұлдыздары көп болуы мүмкін, бірақ балалардың анасы бір ғана екенін түсініп, отбасына көп уақыт бөлуге тырысады. Мадонна күн сайын таңертең ерте оянып, дене пішінін сақтауға бірнеше сағатын арнайтын жұмысшы болып қала береді. Өзін өзі жасаған ханым мұнымен тоқтап қалғысы келмейді. Мен өз тәжірибеммін және өзімнің шедеврімін дейді ол. Шамасы, 200 беру әдеті өз зиянын тигізеді. Өйткені жұлдыздың айтуынша, егер 100 адамның 99 оның істеп жатқанын мақұлдаса, ол оны ұнатпайтын адамды ғана есіне алады. Резиденциясы қазіргі уақытта қай жерде жұмыс істейтініне байланысты болатын, Мадоннаның Майамиде бірнеше жылжымайтын мүліктері бар. Лос-Анджелес пен Нью-Йоркте ол Америка құрама штаттарындағы 100 үздік өнер коллекционерлерінің бірі. Әнші тілектері олардың мүмкіндіктеріне сәйкес келетін адамдардың бірі. Forbes Американың 2019 жылғы ең бай өзін өзі жасаған әйелдер рейтингінде ол қалтасында $570 миллион мен 39-шы орында. Forbes қаржылық басылымының есебіне сәйкес, поп-дива мансабында $1-2 миллиард табыс тапқан. Оның өнер көрсету үшін $1000 төленеді. Евровидение 2019-да сахнадағы 10 минуттық шоу үшін 30 жастағы лайықты хит Like a Prayer және жаңа альбомдағы болашақ жаңа әні орындалды. Мадонна $1 миллион тапты. Бұл ретте материалды қыз қайырымдылықты да ұмытпайды. 2010 жылы Гаитидегі жер сілкінісінен кейін әнші зардап шеккендер қорына $250 мың аударған. Ол сондай-ақ асырап алған балалары тұратын Африкалық Малави республикасының қайта жандануына белсене қатысады. Атақты ана Raising Malawi, RaisingMalawi.org негізін қалаушы болып табылады. Тек 2018 жылы ол 4 жаңа бастауыш мектеп ашты, ал жалпы алғанда қор Малави ауылында 14 мектеп салды. Поп патшайымы қайырымдылық қызмет үшін жақсы пері деген атқа ие болды. Ол бұл лақап атқа көптеген қайырымдылықтар үшін ие болды. Олардың кейбіреулері жарнамаланбайды және 2009 жылы ол $15 миллион берді.
Малавиде мектеп салып жатқанда Мадоннаның өмір бойы ұстанған сөзі бар. Ең жақсы болу үшін бай және атақты болудың қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Егер арнаға қолдау білдіргіңіз келсе, теменде көрсетілген реквизитке жіберсеңіз болады. Рахмет.